Байланысташина, бул детектив Кийин, Безголовый Урс 2025-жылы шыққан фильміне шолу. Фильм 5 жыл бұрын суға кеткен рухтың қолынан қаза тапқан бірінші құрбанның пайда болуымен басталады. Ауыл тұрғындары өзеннен басы жоқ мәйітті тауып алады. Сол сәттен бастап ел арасында адамдардың басымен қоректенетін аң, не жын пайда болды деген қауесет тарайды. Аз ғана уақыт ішінде тағы 8 адам қайтыс болып, монах оларға арнайы рәсім жасап, ауылдан алыс жерде бөлек қорымға жерлейді. Бір күні туысқаны жоғалған Мун есімді қыз атақты детектив Кийинге жүгінеді. Бұл оқиғадағы бір қызығы, Мунның жиені жоғалғанымен оның денесі әлі табылмаған еді. Ауылдың тұрғындар қызы рух алып кетті деп іздеуге шығуға жүрексінеді. Үміт тек детективте еді. Көп ұзамай Кийин ауылға келді. Оны тікелей ауыл әкіміне бағыттады. Бұл сәтте Мун оның есігі алдында сіңлісін іздеуді талап етіп, көндірмек болып тұрды. Бірақ оны ғимаратқа кіргізбеді. Мунна детективке ауыл әкімі оның сіңлісін іздеуден бас тартқанын айтты, себебі оны рух алып кеткен. Ауылдағы қалған адамдар да солай ойлайтын. Тек Мун ғана бұл өтірікке сенбеді. Детективте оның ойымен келісті. Кейін және Мун жоғалған жиенінің үйіне келіп әкесімен сөйлесті. Әкесі қызын жоғалтып қайғыдан қан жұтып отырған адамға ұқсамайды. Және Мға жоғалған қыздың есімі осылай болатын. Ғайып болар алдында өзін әдеттегідей бір қалыпта ұстапты. Детектив қыз көңіл қосып, бірге қашып кетуі мүмкін жігіт бар ма деп сұрады. Әкесі орнынан тұрды, бірақ сұраққа жауап бермеді. Бір нәрсені жасырып, ренжіп тұрғандай. Бұл сұрақты естіген Мға да біртүрлі болып қалды. Детектив айналаның мұнтаздай таза екенін байқады. Алайда соған қарамастан сынған гүл вазасын тауып алды. Мун хана Мға ешқашан гүлдерге қызықпағанын айтты. Сонда бұл сынықтар қайдан пайда болды? Кейін тағы да сұрақ қойып, жақын арада ешқандай біртүрлі жағдайлар болмады ма деп сұрады. Мун ханым Мға жоғалар алдында үйіне ұры түскенін айтты. Қыз қарсыласып ешқандай зақым алмағандықтан істі әрі қарай қарамай қойыпты. Кейін Лизи бұл факты есте сақтап алды. Жоғалудың айналасында өріп жатқан оқиғалар тым күмәнді екенін байқады. Детектив қызы рухтың ұрланбағанына сенімді еді. Кейін қыз жоғалған жерге барып аяқ киім арасынан бір зат тауып алды. Бұл айғақ. Кейін оны жергілікті бақсыға апарып не екенін сұрады. Бақсы бұл шөп адамды есінен айырып, айналасында не болып жатқанын түсінбейтіндей халге жеткізетінін айтты. Сонан детективке қызың жоғалуын адамдардың көруден аулақ болуды шақырды. Себебі Мганы алып кеткен рух екенін барлығы білетін. Алайда кейін бұл ауылдағы барлығы бірдеңені жасап жатқанын сезіп тұрды. Детектив бақсыдан шыға берісте Мун оны аңдып тұрғанын байқады. Мун кішкентай кезінен әкесіз қалыпты. Ал анасы оған дұрыс мейірім бермегендіктен жоғалған жиен оған өте қымбат екенін айтты. Себебі ол Мганы өз қызындай өсірген. Оның үстіне тағы да түртіп алатын дүниелері ашылды. Мун жиенмен араласуды тоқтатқан екен. Себебі жиені күйеуіне ұнамаған секілді. Бірақ жылдар өтіп ханым күйеуімен айырылысып қайта келгенде Мга жоғалып кетті. Мун егер көп жылдар бұрын кетіп қалмағанда жиенім мұндай жағдайда ұшырамас еді деп өзін айыптады. Мұны естіген Кийин әйелді жұбату үшін тергеу ісіне көмектесуге шақырды. Күн бата бүкіл ауру өзгеріп шыға келді. Адамдар есік терезені жауып, бақсы жасап берген қорғаныш тұмарларын ілді. Мұндай қорқынышта детективтің де мазасы қашып ұйқыға кетті. Үстінде ол су маңында жоғалып кеткен қызды көрді. Ол Мганы құбыжықтан құтқармақ болып еді, қолынан келмеді. Қыздың тек аяқ киімі ғана қолында қалды. Детектив шошып кетті. Оның барлығы жай ғана қорқынышты түс болмағаны анық. Таңертең Кийин мен Мун ауыл ішін аралап айғақ іздеуді жалғастырды. Сатофи әйелдердің бірі Мга жоғалар алдында ауыл әкімінің қызбен ұрысып қалғанын көргенін айтты. Олар Рези қызбен барып сөйлесті. Ауыл басшысының қызы ұрыс анау айтқандай болмады. Тек Мгаға тапсырыс берген коллега оған ұнамағандықтан төлеуге бас тартқанын айтты. Ал Мга болса оған қатты ашуланып, оның жігітінен ақша талап еткен екен. Ал оның жігіті үйінде болмай шықты. Керамикамен көп жұмыс жасайды екен. Әкесі оны соңғы күндері сирек көріп жүргенін айтты. Жігіт вазамен тәрелкелер дайындайды екен. Бұл Мганың үйіндегі сынған тәрелкені еске түсірді. Кейін бұл тәрелкені Тха дайындағанына сенімді еді. Сондықтан күдікті ретінде қарастыруға болады. Тергеушілер жігіттің жұмыс жасайтын жеріне келіп еді, бұл жерде біраздан бері ешкім келмегені анық көрініп тұрды. Мун мұнда кіруден қорықты. Кейін кіргенде жоғалған қызы тұтқында ұстап отқан Әзәзілді көреді. Алайда бұл галлюцинация дейміз бе, әлде болжау көрініс па, тез жоғалып кетті. Ол ғимарат артынан әлдеқандай дауыстарды естіп, іздеп жүрген күдіктісі алдынан шыға келді. Және детектив Лезде қаруын қынынан босатты. Тхан қызды ұрлап кеттің деп айыптады. Алайда жігіттің қызға ғашық екені белгілі болды. Алайда әкімнің қызбен сөзі байласқандықтан онымен қосыла алмапты. Оның үстіне олар жігіттің отбасына қоқан-лоққы жасап, қорқытқан көрінеді. Енді барлық айғақтар ауыл әкімі мен оның отбасын көрсетіп тұрды. Тергеушілер ауылға қайтып ауыл әкімі мен оның отбасына сұрақ жауап алу үшін келді. Олар жігітке ашулымыз, бірақ қызға тиіспедік десті. Осы сәтте ауыл әкімінің қызы Тха Мганы сүйгендіктен емес, оның аяғы ауыр болғандықтан үйленбек болғанын айтты. Бұл шындықтан соң мүлде барлығы шатасып кетті. Себебі барлығында қызды бір жақты етуге мотив пайда болды. Жігіт оны өлтіріп өз басына келген мәселелерден құтылатын. Ал ауыл әкімінің отбасы қызының жолына тұрған бәсекелесті алып тастайтын. Бірақ кейін шешім қабылдауға асықпады және ұрыны есіне түсірді. Сосын мұнда тұрған бәрі бұл іске қатысты болуы мүмкін деген ойға келді. Сондықтан кейін ұрыны тауып, оны кім жалдағанын анықтамақ болып шешті.
Ол үшін ауыл ішінде байқау ұйымдастырып қолында жарақаты бар адамды іздеді. Тонг шынымен ұры болып шықты, тіпті мұны өзі де мойындады. Бірақ оны ешкім жалдамаған, ұрлыққа тек өзінің жеке басының қамын ойлап қана барыпты. Алайда сөздің арасында тағы бір қызық ақпаратпен бөлісті. Ауыл әкімінің әйелі мен жоғалған қыздың әкесі көңілдес екен, жиі кездесіп тұратынбыз. Мыңға олардың кездесулерінің куәгері болып қалуы мүмкін. Сосын әйел оны жолдан алып тастады. Бірақ әкімнің әйелі Ви Ханс күйеуіне опасыздық жасап жүргенін мойындамады. Бірақ сол күні түнде қызбен кездесіп, Тха мен қызының арасына түспей тыныш жүрмесе, үлкен мәселелерге тап болатынын айтып, ескерткенін айтты. Кейін ауылдағылардан ақпарат жинауды жалғастырды. Тұрғындардың бірі ауыл әкімінің қызы мен Мыңға орманда ұрсып жатқанын көргенін айтты. Тергеуші бұл ақпаратпен қызға қайта оралды. Қыз Тхадан Мыңганың аяғы ауыр болып қалғанын естіген соң оны қатты қызғанғанын айтты. Ұрыс арасында төбелес басталып, соққы алған қыз жерге құлап есіне танып қалыпты. Ауыл әкімінің қызы болса оны өліп қалды деп қашып кеткен. Кейін істі ашты. Сақшылар ауылға келіп әкімнің қызын алып кетті. Мұн болса болған жағдайларды қорыта алмай келе жатты. Кейін ары қарай бұл істі қыз болуды жалғастырды. Мыңганың денесі қайда? Оны орманнан кім алып кеткен? Түнде кейін ұйықтар алдында қызды жеп тұрған құбыжықты тағы көрді. Шынайы көрінген соң ол жерге құлай кетті. Бөлмеге оның қызметшісі жүгіріп кіріп еді, бірақ құбыжық жоқ. Бұл оқиғадан соң кейін рух іздене бастайды және бүкіл архивтерді ақтаруға да тапсырады. Қызметшілер осыдан 13 жыл бұрын сұмдық оқиға орын алғанын анықтайды. 13 адамнан тұратын отбасына бүкіл ауыл борып айыптап, ешқандай сотсыз оларды жақын маңдағы өзеннің жағасына апарып бастан шауып тастапты. Аңыз бойынша 13 адам бірігіп кек алу үшін бір рухқа айналған. Алайда олардың барына 13 жыл болды. Бірақ адамдарды өлтіру 5 жыл бұрын басталды. Оның үстіне рух оның артынан неге түсті? Тергеушінің миы рухтарының барына сене алмайтын, бірақ көрген жайттар күмән туғыза бастады. Бұл уақытта Ви Ханг күйеуіне, яғни ауыл әкіміне қызын қайтаруды сұрайды. Бірақ ауыл әкімі араласпайтынын айтты. Соңынан әйелге қызметшісі келіп, олар Мыңганы өлтіруге жалдаған адам қызы өлтіре алмағанын айтты. Осылайша барлығын былықтырған Ви Ханг екенін білеміз. Өткенге ораламыз. Қызметкер қыздардың ұрсып жатқанын көріп, қыз соққы алған соң есіне келіп барлығын айтып берді. Барлығын дұрыстау орнына әйел бұл бәсекелестен құтылатын керемет мүмкіндік деп Мыңганы өлтіру үшін ұрыны жалдады. Алайда ұры қылдырақ болып шықты. Қызды аман алып қалып бір жерге апарып асырап, әкімнің әйелін қорқытуды бастады. Кейін де бірдеңеден күдіктеніп, ұрыны аңду керектігін айтты. Ұры Ви Хангпен кездесіп, егер олар тағы да ақша бермесе, ауылға тірі қыз алып келемін деп қорқытты. Осы сәтте қызметші оларға шай ұсынды. Шайдың уланғанын білген Тонг қызметшіні өлтіріп, иесін де бір жақты етпекші болды. Алайда әйелі барлық ақшасын беріп тірі қалды. Ұры әйелді үңгірге апарып тірі қызды көрсетеді. Тергеуші кейін мен Мұң оның соңынан түсті. Ви Ханг қызды өлтірді бұйырады. Бірақ ұры тағы да ақша сұрайды. Олар үңгірден шығып кетеді. Әйел Тонгтың артынан жүріп келе жатып, оны өлтіріп, бір оқпен 2 қоян атуды көздейді. Бірақ ұры әйелге алда жүруді бұйырады. Ви Ханг ақшасын ала бергенде Мыңга ұрыны итеріп қаша жөнеледі. Орман ішінен кейін де шығып Тонгпен шайқаса кетті. Ал әйелдер болса орман ішінде бір-бірін қуумен әлек. Біраз шайқасқан соң кейін ұрыны жер жастандырады. Орман ішінде Мыңга мен әпкесі әкімнің әйелін талдырып ағашқа байлап қойды. Таңертең олар ауылға келді. Және тұрғындар барлық шындықты білді. Мыңганы сүйіктісі күтіп алды. Алайда кейін жүрегі тыныш таппайды. Ол рухты шынымен көрген болатын. Бірақ бұл қате түсінік болып шықты. Себебі кейін де басқа да ауыл тұрғындары секілді рухқа қарсы дәрі ішкен болатын. Бұл галлюциногендік шөптен жасалған дәрі жоқ затты да көрсете білетін. Үйтек бас алынған отбасыда 13 емес, 14 адам болған екен. Сол тірі қалған бала бақсы ретінде ауылға қызмет жасап, барлық ауыл тұрғындарын улап, рухты сылтау етіп өз жауларынан құтылып отырған. Кейін мұның барлығын түсініп, оның үйіне келгенде бақсы әлдеқашан қашып кеткен еді.